Ал балдар сабағымызды бастаймыз. Психологиялық дайындық. Күн жарығын алға қамға саламыз, жүрегімді асып ұстап қаламыз. Әрі нәзік мейірімді жарық болып келер сонда жан жағым. Ал балалар, бүгінгі сабақта біз қалай бағаланамыз, не түсіндіру керек. Қазір барлық оқушылардың жеміс алдарына таратып беремін. Мынау слайдтар берілген, тапсырмалар берілген. Осы сабақтың барысында тапсырмаларды әрбір оқушы орындап болса, өзіне жемісті мына қобдишаның ішіне салып жинап отырады. Мысалға 10 тапсырма беріп, 10 тапсырманың бәрін орындаған бала сабақтың соңында есептейміз. Мынаның ішінде неше жеміс екенін. 10 жеміс жинасақ 10 бала аламыз, 6 жеміс жинасақ 6 бала аламыз. Сабақтың соңында солардың бәрін жинақтап, күнделікте балалардың қойылады. Түсінікті ме? Қазір жемістерді тапсырмаларды орындап болған соң әрбір оқушы өзі орындап болғаннан кейін өзі жемісін қобдишасына, кабинаға салып отырады. Балалар өткен сабаққа шолу жасап, мынау қосу амалының компоненттерін атап жүрсек, бәріміз бірге. Қосылғыш, қосылғыш, қосылғыш мәні, азайтқыш, азайтқыш, айырманы. Келесі тапсырмада балалар, келесі тапсырмада мына кестеге қарап қандай тұжырым жасауға болады? Кім жауап береді? Мен. Ардақ келе ғой. Енді келесі тапсырмаға қараймыз болды. Мына кестеден тұжырымдама, қандай тұжырымдама жасауға болады? Мына кестеден. Айзерем келе ғой. Қосу амалы, азайту амалы тексеруге болады. Азайту амалымен қосу амалымен тексеруге болады. Жақсы, отыра ғой. Енді балдар осы тапсырмаға қатысып жауап берген оқушылар өзінің жауап берген оқушы өзінің жемісін алып, кабинаның ішіне салуға болады. Ана жоқ ардақта. Екі таңбалы екі таңбалы сандардан 35 сіздер барда 77 ән шырқайтын біздер барда сандарын қарастырады. Қазақтайын мезгіл барда ән өлмейді. Екі таңбалы сандарды қосу және азайту екі амалмен шығарылатын есеп, оның тәсілдері туралы білімді тиянақты екенбіз. Оқушылардың танымдық қабілетін, белсенділігін дамытамыз. Өз бетінше жұмыс жасауға дағдыландырамыз. Және ұйымшылдыққа, шапшаңдауға, ұқыптылыққа, ізденімпазда еңбекті сүюге тәрбиеленеміз. Міне бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы. Ал балалар, көңілімізді сергітіп, ойнап жіберейік. Мына ребусты шешеміз. Ребусты шешкен кезде берілген сандарға буындарды қосқан кезде сөз шығады екен. Бір деген саннан бастаймыз. Кім дайын, кім жауап береді? Мұнда қандай сөз шығады? Не жақ айта қойшы? Бірлік. Бірлік, өте жақсы. Мынаған дайын оқушы бар ма? Қандай сөз шығады? Заңдар. Жетіген. Жауап береміз. Жетіген, дұрыс. Әрі қарай. Айзере. Бесік. Қандай сөз? Бесік. Бесік, жақсы. Келесі сөзді кім айтады? Жүз
түсіп, санат дұрыс. Ары қарай. Қандай сөз шығады? Нұрасыл? Түбі. Өте жақсы. Ары қарай келесі. Мейіржан. Жоқ. Балалар, мен бүгінгі сабақты, жаңа сабақты түсіндіріп өтейін, мұқият тыңдап алайық. Одан кейін өзіндік жұмысын жасаймыз. Екі таңбалы сандарды қосу мен азайтудың алгоритмін айта отырып есепті орындаймыз. Яғни екі таңбалы санды орындаған кезде біз баған түрінде жазып үйренеміз бірінші. Баған түрінде жазған кезде, екі таңбалы санды баған түрінде жазған кезде бірлікті бірліктің астына жазамын, ондықты ондықтың астына жазамын. Бірлікке бірлікті қосамын, алтыға үшті қосамын, 9 болады. Мынау бірліктің астына 9-ды жазамын. Ондыққа ондықты қосамын, үшке 2-ні қосамын, 5 болады. 5 ондықты ондықтың астына шыққан қосындыны оқиын. 9. Айырманы түсіндіремін. Екі таңбалы санды азайту кезінде, баған түрінде жазған кезде, бірлікті бірліктің астына жазамын, ондықты ондықтың астына жазамын. Азайтуды бірліктен бастап, сол жағынан оңға, оң жақтан солға қарай орындаймын. 8-ден 5-ті аламын, 3 бірліктің астына жазамын. 9 ондықтан 6 ондықты аламын, 3 ондық қалады, ондықтың астына жазамын. 33 айырманы 33-ке дейін. Әрі қарай, балдар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Қатеңді тап, өзіндік жұмысы. Қазір тақырыптың астына мына өрнектерді баған түрінде жазып орындаймыз. Әрбір оқушы өз бетінше орындасын. Жазамыз.